Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Жаңа жылдың қарсаңында сіздермен бірге ерекше форматта бас қосып отырмыз. Бұл ұстаздық ұстаным подкастының жылды қорытындылап, өткенге көз жүгіртіп, келер жылға үміт пен тілек арнайтын жылы әңгіме алаңы болмақ. Олай болса, бүгін бізбен бірге саналы ғұмырын білім мен тәрбиеге арнаған мектебіміздің тәжірибелі ұстаздары, мектеп директоры Мираш Спортқызы, білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісінің иегерлері Толқын Жәрдемқызы, Анар Қажығалиқызы. Және жаңашыл ойымен, шығармашыл көзқарасымен ерекшеленетін, шәкірттеріне шабыт сыйлап жүрген шығармашыл ұстаздар Ернұр Базарбайұлы және Жасұлан Болатұлы. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Енді алғашқы сұрағымызды қойсақ, биылғы 2025 жылды қорытындылайтын болсақ, сіз үшін ең үлкен кәсіби жетістік немесе есте қалған маңызды нәтижелеріңіз қандай болды? 2025 жылғы табысты істерге толы қорытынды жыл болғалы тұр. Әрине, бұл үміт пен жаңа мектептерге жол ашатын, жаңа жылдың да бір келіп қалған бір сәті. Өткен жыл мектебіміз үшін берекелі де жемісті жыл болып отыр. Өйткені біздің оқушыларымыз облыс көлемінде, республика көлемінде түрлі конкурстарға қатысып, өз нәтижесін беріп отыр. Өйткені ғылыми жобаларға қатыса отырып, ауыл олимпиадасы біз үшін ерекше қуаныш болды. Біздің балаларымыз мектепке үлкен жеміс алып келді деп айтуға болады. Бұл шәкірттердің ізденісі мен еңбегінің, ұстаздардың тынымсыз еңбегінің жемісі деп білемін. Әрине, ұстаздарымыздың да кәсіби шеберліктері танып, ұстаздарымыздың өзі де авторлық бағдарламаларын қорғап, педагогикалық идеяларға қатысып, бірнеше конкурстарға қатысып, өз кәсіби шеберліктерін шыңдап келе жатыр. Бұл мектеп үшін мерейін асқақтатқан жыл болып деп есептеймін. Осындай бірлік пен ынтымақтың арқасында біздің мектеп көптеген жақсы жетістіктерге қол жеткізді 2025 жылда. Сонымен қатар тағы да бір айтатын ерекше мектеп үшін 2025 жыл өте ерекше болды. Қазан айынан бастап біз Қазақстан халқының қорының аясында ауылдық аймақтағы тірек мектептердің әлеуметін арттыру бағытындағы жобаға қатысып, 34 кабинетіміз заман талабына сай жабдықталса, міне осы 300 оқушыға арналған білім ордасы үшін бұл оқыту сапасымен жаңа деңгейге көтеруге жасалған нақты қадам болып отыр. Бұл жетістіктер мемлекеттің жаңа қор білім ұжымының арасында тиімді серіктестік нәтижесі болатындығы сөзсіз. Ендеше ел болашағын тәрбиелейтін біздің осы Қажы Жұмабек атындағы Қаратөбе мектеп гимназиясы ауыл мен қаланың арасындағы білім сапасын арттыруда өз алшақтықты жойып теңеседі деген ойдамын. Ары қарай 2026 жылы бұдан да жақсы жетістіктерге жететінімізге сеніміміз мол деп айтқым келеді. Жақсы, енді жаңа Мираш Спортқызы айтқандай, біздің мектебіміздің атаулы жетістіктерінің бірі Ернұр Базарбайұлы, сіз өзіңіз де облыстық республикалық белестерді бағындырып келдіңіз. Жалпы осы туралы айта кетсеңіз. Енді 2025 жыл мен үшін жалпы жақсы жетістікке толы жыл болды. Енді мен өз авторлық бағдарлама бойынша облыстық кезеңде жүлделі бірінші республика кезеңде тәжірибемен бөлістім. Одан қала берді облыстық кезеңде педагогика идеялар фестивалінде жүлделі екінші орынға ие болдық. Өз тәжірибемді көрсеттім облыс көлемінде. Одан қала берді шәкірттеріміз облыстық көлемінде жүлделі орындарға ие болды. Оның ішінде жаңағы серік әсетіміз бар. Жыл сайынғы зерде ғылыми жобалар байқауынан жүлделі орыннан көрінген. Сонымен қатар Базарбай Арнұр атты оқушым бар. Бұйырса республикалық кезеңге жолдама алды. Сол бойынша жұмыстанып жатырмыз. Жалпы бұл жыл мен үшін, жалпы біздің отбасымыз үшін жақсы жетістікке толы жыл болды. Керемет, рахмет. Енді сұрағымды Жасұлан Болатұлына қойғым келеді. Сіз біздің мектебіміздегі шығармашылықпен айналысып жүрген креативті ұстаздардың бірісіз. Сондықтан сіздің де осы республикалық байқаулардың жүлдегері атанып жүргеніңізді көпшілік біледі. Осының сыры неде? Жалпы 25 жылды қалай қорытындылайсыз? Жақсы, рахмет. Енді жалпы осы
осы мектепте ұстаздық жолында көптеген жетістіктерге жетіп жүрміз. Республикалық болсын, облыстық болсын. Соның ішінде осы соңғы 3 жылды ерекше айтқым келеді. Ауыл олимпиадасы жаңа басталған алдыңғы жылы басталды осы ауыл олимпиадасы деген. Сол ауыл олимпиадасының республикалық кезеңінен Арман қыз Жанбота деген оқушым Астанаға барып 3-ші орын алып келген болатын. Содан кейін былтыр өзім барып республикалық үздік авторлық бағдарлама сайысында алып келдім. Алматы қаласынан барып 3-ші орын алып келдім. Ал енді биыл 2025 жылы кеше барыңыз көрдіңіздер. Мұратбай Ақкүн деген 10-шы сынып оқушысы республикалық кезеңнен 2-ші орын алып, күміс жүлдемен оралған болатын. Және де өзім облыстық мұғалімдердің география мұғалімдері арналған облыстық олимпиада болды, содан 3-ші орын алдым. Жыл сайын сол оқушым және өзім кезектесіп сол жетістіктерге жетіп келеміз. Осы 2025 жылда жақсы орындалды деп есептеймін. Жақсы, рахмет. Енді ұстаздың әр күні ол жетістік. Өйткені жүйелі еңбек, кәсіби ізденіс пен шәкірттің жетістігі ұстаз жұмысының басты көрсеткіші болып табылады. Мен сіздерге тағы бір сұрақ қойғым келеді. Жалпы осындай жетістікке мотивацияны қайдан аласыздар? Жалпы енді мотивация дегенде біздер мына шығармашылық жұмыспен айналысқасын оқушылар әр байқауға, әр конкурсқа тыңғылықты дайындалып, облыс көлемінде жалпы аудан көлемінде орын алғанда, мен өзім басқа кісілер қалай екенін өзім сол оқушылар орын алған сайын жұмыстарға шабыт береді ма өзіме. Сол оқушыларымда дайындағанда жалпы сол оқушымен бірге дайындалып біршама нәрсе үйреніп қаласың өзіңнің оқушың. Сол оқушыларына орын алып, өздері жұмыстарын көрсеткенде ол шабыт сыйлай береді өзіңе. Әр байқау сайын, конкурс сайын мен өзім жалпы өзім сол конкурсқа қалай да қатысқым келіп тұрады. Оқушыларды көрсету бағытында жалпы жұртшылыққа насихаттау. Енді осы оқушылардан алған мотивация. Сосын енді ұжымның қолдауы бар, ұжымның отбасылық қолдау деген бар. Осындай нәрселерден туындаған нәрселер оқушылардың сол жетістігіне, жалпы өзіміздің жетістігіне ұласып әкеліп соқтырып жатыр. Ендір Базарбайұлына мен де қосыламын. Жалпы оқушының жетістікке жеткен кезде, өзің жетістікке жеткен кезде, енді одан сайын тағы да шабытыға түсесің. Оның үстіне қазір соңғы кезде білесіздер, ұстаз мәртебесі, мұғалім мәртебесі туралы заңда осы мұғалімдерді қолдау бағытында әртүрлі сыйақылар тағайындалып отыр. Біздің ауданымызды жақсы соңғы жылдары жақсы қолға алып келеді. Белгілі тарапынан оқушымыз республикадан облыстан 1-ші орын алып, немесе республикадан жетістік алса, немесе өзіміз алсақ, жыл сайын сол бір жолғы сыйақыны алып, одан сайын мотивация қайдан аласыз деп, сол бар деп ойлаймын. Бір жағынан жаңағыдай оқушыларымыздың жетістікке жеткені бәрімізге жақсы. Мектеп ішінде. Бір жағынан осы екі ұстазың да өзінің еңбегіне адал, еңбегінің бар екендігі көрінеді деп есептейміз. Енді алдағы жаңа жылда Анар Қажығалиқызы, өзіңізге қандай мақсат қойып отырсыз? Мектебіміздің дамуына байланысты жоспарыңыз қандай? Алдағы жаңа жылдан не күтеміз? Ең біріншіден өз жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Бұл жыл бізге табысты жыл болсын, мектебіміз үшін де, өзіміз үшін де табысты жылдар болсын деп ойлаймын. Және де алда бізде енді ұбт бар ғой, 11-ші сынып, 11 сынып түгелімен оқуға түсуіне біз атсалысуымыз керек. Және оқушыларды әзірлеп, талмай жұмыстауымыз керек деп ойлаймын. Біз көрсеткіштен көрінуіміз керек. Солар өз орындарын тапса, біз үшін үлкен қуаныш. Айтқаныңыз келсін. Енді соңғы сұрақ қояйық. Жалпы әріптестеріңізге, бізді көріп отырған оқушылар, ата-аналарға жаңа жылдық қандай тілектер айтасыздар? Биылғы жыл мектебіміз үшін жаңа ұстаздар айтып кетіп жатыр, өте жетістікке толы жыл болды. Мен де сол жетістіктерге әріптестеріммен бірге қуанып отырамын. Әрдайым да осы гимназияның ашылғанынан бері қарай бірге жұмыстанып келе жатқан ұстаздың бірімін. Жетістікке толы жыл бола берсін, алдағы келер жылымыз құтты жыл болсын деп айтамын. Шығармашылыққа толы, ізденіспен жұмыс жасайтын ұстаздарымыз көп, әрдайым да мақтан етемін.
жаңа жыл әр шаңыраққа қуаныш алып келсін, береке алып келсін. Соның ішінде барлық ата-аналарға, оқушыларға жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Әріптестеріміздің талмай шығармашылық жұмысқа жетелей беріңіздер өздеріңізді. Жаңа жыл барша отбасына бақыт, қуаныш, денсаулық алып келсін. Келер жылда үмітіміз өте көп. Мектебіміз жаңа табыстарға жете берсін дегім келеді. Ұстаз болу тек мамандық емес, ол үлкен жауапкершілік пен миссия. Алда келе жатқан жаңа жыл баршамызға денсаулық, шабыт, шығармашылық және табыс пен бірлік алып келсін. Барша ұстаздарға қажымас қайрат, шәкірттеріне биік белестер тілейміз. Жаңа жылымыз құтты болсын.